Армысыздар, құрметті әріптестер. Қазақ елі желтоқсан айының 10-24 аралығында қазақ тілі мен әдебиеті пән бірлестігінің 10 күндігі өтеді. Жалпы тақырыбымыз ауыз әдебиеті асыл мұрамыз, яғни ауыз әдебиетінің ерекшеліктері, жанрлары, түрлері және әрі қарай өрбітіп әкететін боламыз. Жалпы әдебиеттің өзі 8 кезеңнен тұрады. Біз өткелі отырған ауыз әдебиеті оның алғашқы кезеңі. Кейін ежелгі дәуір әдебиеті, хандық дәуірде қазақ әдебиеті, 19 ғасырдың бірінші жартысында қазақ әдебиеті, 19 ғасырдың екінші жартысында қазақ әдебиеті, 20 ғасырда қазақ әдебиеті, кеңес заманында қазақ әдебиеті және ең соңғысы қазіргі заман әдебиеті. Олай болса, кеттік. Ауыз әдебиеті не деген сұраққа жауап бере кететін болсақ, ауыз әдебиеті фольклор, халқымыздың ауызекі шығарған, ауызекі таратып отырған асыл мұрасы. Ауыз әдебиетінің ерекшелігі белгілі бір авторы жоқ, шығармалар ауыздан ауызға тарау барысында ұмытылып отырған. Мысалы, Қос көрпеш баян сұлу жырының 15 тиын нұсқасы бар. 15 нұсқасы бар демек, 15 авторы бар деген сөз емес. Бұл ғасырдан өте келе түпнұсқасы бірдей, бірақ қиялға байланысты, санаға, түсінікке байланысты өзгеріп отырған. Және синтаксистік, лексикалық қайталаулар кездеседі. Соның ішінде тұрмыс салт жырлары туралы таныстыра кетсем, тұрмыс салт жырлары дегеніміз халықтың өзіне тән тұрмыс тіршілігі, әртүрлі дәстүрі, ырым жоралға байланысты өлең жырлар. Олар мазмұны жағынан бірнеше түрге бөлінеді. Мысалы, атап айтатын болсам, төлтүрік, наурыз жырлары, балаға арналған жырлар, бата тілектер, үйлену салтына байланысты жырлар, көңіл күйге байланысты жырлар болып, әрі қарай бөлініп кете береді. Енді әрі қарай әріптестеріме сөз кезегін берсем. Лира эпостық жырлар немесе ғашықтық жырлар бір-бірін құлай сүйген қыз бен жігіттің арасындағы ыстық махаббатқа арналған лирикалық және эпикалық шығарманың түрі. Лира эпостық жырларда махаббат отына жанған қыз бен жігіттің қосыла алмай трагедияға ұшыраған тағдыры суреттеледі. Әдетте олардың махаббатына кедергі болатын нәрсе ата-аналарының қарсылығы, басқа жігіттің қызға ғашық болуы немесе рулардың араздығы себеп болады. Батырлық жырлар, батырлар жыры ауыз әдебиетіндегі ең байда көне жанрлардың бірі. Қаһармандық эпос деп те аталады. Батырлық жырлар халық өмірінің тұтас бір дәуірін жан-жақты қамти отырып, сол тарихи кезеңдегі батырлардың сыртқы жауларға қарсы ерлік күресін, тартыстарды бейнелеп береді. Сөз соңында айтатыным, жоспар бойынша бірнеше түрін көрсететін боламыз. Біздің апталығымызда жақсы әдістермен бөлісетін боламыз. Құрметті әріптестер, келіңіздер, көріңіздер, қалмаңыздар.